Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын тойханада жасалатын домалақ бауырсақтың рецептісімен бөлісеміз. Арнамнан алыстамай видеоны толық көріп, ұнаса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Үлкен ыдысқа жылы су құямыз, оның үстіне сүт құямыз. Қан салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы массамыздан бөлек кішкентай ыдысқа құйып, апара дайындайтын боламыз. Бауырсақтың құрамына қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Кішкентай ыдыстағы сұйық массамызға мерзімі жақсы құрғақ дрожжды саламыз. Барлығын араластырамыз. Дайындап қойған ұннан бір ас қасық ұн салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бетін тарелкамен жауып, бір шетке көтерілгенше қоя тұрамыз. Үлкен ыдысымыздағы сұйық массамызға тұз саламыз. Ерітілген сары май саламыз және майонез саламыз. 2 бөлме температурасындағы жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап қолмен араластырып, қамырды илеуді бастаймыз. Қамырды илеген кезде ұнды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Ұн міндетті түрде еліктен өткізілген болу керек. Және бауырсаққа жоғары сұрып ұн пайдаланған жөн. Енді осы бір бөлік қамырымызды түйіршік қалмайтындай қолымызбен жақсылап араластырып алғаннан кейін апарамыз дайын болды. Осы апарамызды массамызға толықтай құямыз және тағы да осының үстіне екінші бөлік ұнымызды салып, тағы да жақсылап илейтін боламыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді қалдырып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ұнның үшінші ең соңғы бөлігін салып, астынан үстіне қарай массамыз біріккенше жақсылап араластырып илейміз. Бұл қамыр қолға сәл жабысатын жұмсақ болып шығады. Одан еш қорықпаңыздар. Қолдарыңызға сәл сұйық майды жағып алып, қамырымыздың июі қанғанша жақсылап жұдырығымызбен илеп аламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін пищевая пленка немесе пакетпен жауып, жылы орамалмен орап, 1-1,5 сағатқа ашытуға қоямыз. 1,5 сағаттан кейін қамырым осылай жақсы әдемі болып көтерілді. Бетіндегі пленкасын алып, қамырды тағы да бір қайтара ішке қайырып шығамыз. Қамыр жаюға ыңғайлы болу үшін теңге 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін беті қаязып кетпес үшін ыдысымызға салып қоямыз. Екінші бөлігін домалақ етіп жуала жасап жаюға дайындаймыз. Үстелдің үстіне аздап ұн себеміз. Ұнды көп себудің қажеті жоқ. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен шет-шетінен жай ғана басып отырып, жайып шығатын боламыз. Қамырды жайған кезде тым жұқа етпей, орташа қалыңдықта жайып шығып, бауырсақтың формасына келтіретін боламыз. Бауырсақтың қалыңдығы дәл осы видеодағыдай болу керек. Осындай қалыңдықта болса, бауырсағыңыз үлпілдеп жақсы көтерілетін болады. Енді домалақ пішіндес етіп кесіп алатын боламыз. Арнайы формамен немесе осындай стаканның көмегімен кесіп алсаңыз болады. Құрметті көрермен, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарияға өз пікіріңізді қалдырыңыз. Арнамда күнделікті тағамдар мен қонақ күтуге арналған тәтті және салаттардың рецепттері бар. Алда тағы көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Шетінде артылған қамырлардың барлығын жинап біріктіріп қоямыз. Және кесілген бауырсақтарымызды осылай мата сүлгіге араларын алшақ етіп орналастырып, беті қаязып кетпес үшін бетін жауып қоямыз. Және 20 минуттай демалдыратын боламыз.
Бауырсақтар 20 минут демалып болғаннан кейін құрғақ табаға күнбағыс майын құямыз. Оның үстіне тоң май, яғни малдың ертілген іш майын қолданамыз. Сол кезде бауырсақ майды өзінің бойына сіңірмей жақсы пісетін болады. Тойханадағы бауырсақтың рецептісінің құпиясы осы тоң май қосып пісірілгендіктен. 20 минут демалған бауырсақтар осылай үлпілдек болып көтеріледі. Осы жерде айта кететін жайт, майды қатты қыздыруға болмайды. Май қызуға жақын қалғанда оттың астын орташа оттан төменетіп қоямыз. Сонда бауырсақтың іші жақсы пісіп, үлпілдек мамықтай болып көтеріліп пісіп шығатын болады. Видеода байқасаңыздар, оттың асты жай тұрғаны байқалып тұр. Бауырсақтардың жан жағы жай ғана жыбырлап жатыр. Егер қатты отта тұратын болса, бауырсақтарымыз тез көтеріліп, іші дұрыс піспей қалатын болады. Және пісіріп тұру барысында осы ағаш таяқшамен бауырсақтарымызды тез аударып, қатты қызарып кетпеуін қадағалап, біркелкі етіп пісіріп алуға тырысамыз. Біз қуырып жатқан тоң майдың дәмі ешқандай бауырсаққа иісіне, дәміне ешқандай өзгеріс бермейді. Сондықтан қорықпай пісіре берсеңіз болады. Егер тоң май таппай жатқан жағдайда әшейін күнбағыс майына пісіріп алуға да болады. Осылайша барлық бауырсақтарымызды орташадан төмен отта әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан бауырсақтарымыздың барлығын қағаз майлықтарға қоятын боламыз. Тойхана бауырсақтарының құпиясы осы. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Жасап көріп, міндетті түрде комментарияда өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Осымен біздің бауырсақтарымыздың барлығы мамықтай әдемі болып пісіп шықты. Сіздермен бірге болған Ұлданай.